Бәріне сәлем, бүгін сіздермен өте тез дайындалатын осындай шоколадты кекстің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді әрі нәзік болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз қосамыз да жақсылап миксерлеп аламыз. Қанттың алдымен жартысын саламыз және оны жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін қалған қантты салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай ағарып, көлемін 2 есе көтеру керек. Сол кезде айналдыруды тоқтатамыз. Бөлме температурасындағы сүтті саламыз. Егер де сүтіңіз қатты суық болып тұрса, кішкене жылытып алсаңыздар болады. Кейін ерітілген сары майды саламыз және тағы да миксерлеп аламыз. Енді шоколад қоссақ өте дәмді болып шығады. Кез келген шоколадты ерітіп алып, осылай массамызға қосатын боламыз. Барлық құрғақ ингредиенттерімізді міндетті түрде електен өткізіп аламыз және үшеуін қосып араластырамыз. Массамызға бәрін бірден қосуға болмайды, кішкенеден қосып отырып, міндетті түрде венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде осындай масса дайын болды. Енді бұны біздің формамызға құятын боламыз. Менде осындай кекстің силиконды формасы. Салғаннан кейін үсті жағын тегістеп жібереміз және 180 градуста 30 минут пісіреміз. Кексіміз дайын болды, өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де видеом ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.